Сәлем достар, бүгін сіздермен етті түтікшелердің, яғни трубочкалардың рецептісімен бөлісемін. Бізге керек тұз, сұйық май, су және ұн. Үлкен ыдысқа тұз, су, сұйық майды құйып араластырамыз. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп салып, қамыр илейміз. Қамырдың құрамында сұйық май болған соң, қамыр қолға жабыспайды. Салмасын дайындағанша қамырдың бетін жауып, шетке қойып қоямыз. Салмасына тартылған ет пен пияз керек. Пиязды 4 бұрышты етіп майдалап тураймыз. Табаға сұйық майды құйып, тартылған етті салып қуырамыз. Су шыққанда тұз сеуіп, тартылған ет піскенше пісіреміз. Ет дайын болып қалғанда пиязды салып, ет пен пияз дайын болғанша қуырамыз. Енді салмамыз дайын, бөлек ыдысқа салып суытамыз. Қамырды 2 бөлікке бөліп, әр бөлігін майда бөліктерге бөліп шығамыз. Түтікшелерді жасаймыз, яғни трубочкаларды. Ол үшін қамырдың бір бөлігін алып, жұп-жұқа етіп жаямыз. Ортасына салмасын саламыз. Мен бір ас қасықты толтырып салдым. Егер де үлкендеу трубочкалар болсын десеңіздер, онда 2 ас қасықтан саласыздар. Видеодағындай ораймыз, соңында орап жатқанда оқтаумен қамырды жайып жіберу керек. Противеннің үстіне дайын болған трубочкаларды қойып, жұмыртқамен бетін жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 15 минуттай пісіріп аламыз. Негізінде салмасы пісіп тұр, тек трубочкалары піссе болды. Өз духовкаларыңызға қарайсыздар, румяный болғанда аламыз. Біздің ең дәмді әрі қытырлақ түтікшелеріміз дайын болды. Ішіндегі салмасын өз қандай дәмді. Негізінде өте тез дайындалады, бірақ ерекше тіске басарлардың түрі. Салмасына кез келген зат салсаңыздар да болады. Жұмыртқадан да, тауықтың етінен де, осы тартылған етке күріш қосып жасасаңыздар да керемет болады. Барлық салмалармен тәтті. Және де осы тіске басарды қаймақпен берсеңіздер, енді керемет, тіптен керемет болады дәмі. Жасап көріңіздер, лайк, подписки ұмытпаңыздар. Көп рахмет.